Абайлаңыз, хаккер. Соңғы кездері оңай олжаны интернеттен іздеген алаяқтар көбейіп барады. Алайда олардың қай жерден шабуыл жасап, қандай жолмен ақшаңызды суырып әкететіні белгісіз. Алаяқтардың амал тәсілдері күн өткен сайын артып келеді. Жаңаөзен қаласы полиция басқармасына интернет желісі арқылы жасалған 9 қылмыс жыл басынан бері тіркелген. Олардың басым көпшілігі онлайн сервистерден алдын ала төлем жасап алданғандар. Ғаламтор, әлеуметтік желі алаяқтардың оңай олжаға кенелетін ортасына айналған. Олар үшін бөтеннің мүлкін жымқыру тым қолжетімді болып кетті. Егер де сізге белгісіз тұлға хабарласып, өзінің басқа қалада жүргендігін айтып, дәл қазір картаңыздың нөмірін жазып, ақша салуды сұраса, бейтаныс адамдарға жеке басыңыздың деректері мен банк картасының пин-кодтары мен нөмірлерін айтпауларыңыз сұралады. Жаңаөзен қаласында көп қабатты үйлердің бірінен тексеру барысында жезөкшелер қызмет ететіні анықталды. Дән саудалайтын 37 жастағы бір әйел ұсталды. Шымкент қаласының азаматшасы Жаңаөзен қаласы полиция басқармасының жезөкше санатына есепке қойылды. Қазіргі таңда мұнда есепте 28 жеңіл жүрісті қыз есепте тұр. Бұл әйел ақшалай сыйақы үшін интимдік қызметтер көрсеткенін жоққа шығармады. Күдікті клиенттен ақша алу үстінде ұсталды. Барлық айғақ заттар притонды ұйымдастыру немесе ұстау дерегі бойынша қозғалған қылмыстық іс тергеліп жатыр. Қазіргі таңда жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету маңызды мәселелердің біріне айналып отыр. Осы бағыттағы жұмыстардың аясында Жаңаөзен қаласының жол сақшылары қауіпсіз жол акциясын өткізуде. Жаңаөзенде 30 жол көлік оқиғасы орын алған. Оның салдарынан 6 адам қайтыс болып, 40-тан астам жолаушы түрлі дене жарақатын алған. Бұл соңғы 9 айдағы көрсеткіш. Осындай орын толмас оқиғаларды болдырмау үшін республикалық қауіпсіз жол алдын алу шарасы өтіп жатыр. Шараның негізгі міндеті жол қозғалысы ережелерін бұзудың алдын алу. Бұл әсіресе жылдамдықты сақтамау, қарсы бетке шығып кету, рұқсат етілмеген қос жолаққа кіріп кету сияқты фактілердің орын алмауына бағытталды. Сондай-ақ қала маңындағы жолдарда жүк көліктері мен мотоциклдердің қозғалысына көп көңіл бөлінді. Шараның 2 күнде 300-ден астам көлік жүргізушісі жол ережесін бұзғаны анықталды. Оның ішінде алкогольдік ішімдік ішіп, көлік құралын басқару 1, қарсы бағытқа шығып кетудің 2 фактісі тіркелген. Жол көлік оқиғаларының алдын алу, болдырмау, жол ережелерін қатаң түрде сақтау болып табылады. Жаңаөзен қаласының тұрғындарына жол ережесін қатаң сақтауға шақырамын. Рейд кезінде түнгі уақытта құжатсыз көлік басқарған жүргізуші анықталды. Тексере келгенде рөлдегі жасөспірім болып шықты. Айласын асырып, бұзақылығын жасырған оқушы ата-анасының рұқсатын сайдап шыққан көлігі айыптұраққа қамалды. Неге құжатсыз көлік басқарыпсыз? Түнгі мезгілде? Не себеп бұл? Ауыл көшелерінің тыныштығын торыған сақшылар жүйелі жұмыс атқарды. Түнгі мезгілдегі өткен көлікпен жүрген жүргінші назардан тыс қалмады. Біреуіне ескерту берілсе, енді біріне айыппұл салынды. Мұның барлығы да жүргізуші мен жолаушының қауіпсіздігі. Шаңырақ шағын ауданының учаскелік полиция инспекторлары күдікті деп тексерген 19 жастағы тұлғаның қалтасынан есірткі тапты. Қазіргі таңда аталған дерек тергеліп, тексеріліп жатыр. Райымгүл Махамбетова, Баққали Зайдинов, Шымкент.